Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Біз бүгін Қазақстанның сыртқы саясаты мүмкіндік пен күдік тақырыбында сөз қозғағалы отырмыз. Осы түйін төңірегінде өзімде шағын сараптама жазған болатынмын. Осы сараптамамды сіздерге ұсынуды жөн көріп отырмын. Өздеріңізге мәлім, 16 маусым күні Қытай төрағасы Си Цзиньпин Қазақстанға ресми сапармен келді, Тоқаевтың шақыруымен. 17 маусымда Астанада екінші кезекті Қытай Орталық Азия саммитіне қатысты. Қытай мен бес бірдей Орталық Азия елі, яғни Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Түркіменстан басшылары қатысатын бұл саммит өңірлік ықпалдастық пен стратегиялық серіктестікті жаңа деңгейге көтеруге маңызды шара ретінде қарастырылып отыр. Астана төрінде өтетін бұл басқосу символдық мәнге ие делініп жатыр. Себебі бұл Орталық Азия мемлекеттерінің өз аймағында шет мемлекеттің басшысымен алғаш рет өткізгелі отырған бас деңгейдегі саммиті. Оның ұйымдастырылуы Қытайдың Орталық Азия елдерімен байланысын күшейтуге ұмтылып жатқан кезеңмен тұспа-тұс келіп отыр. Бұл тұста жаһандық күштер тепе-теңдігі өзгеріп, Ресей мен Украина, Иран мен Израиль арасындағы шиеленіс ушығып тұрғанын ескерсек, саммиттің саяси мәні де арта түседі. Қазақстан президенті Тоқаев Қытай көшбасшысын әуежайда өзі қарсы алды. Екі ел арасындағы байланыс бұрыннан тығыз екені көпке мәлім. Ал Тоқаевтың Қытай тілін жеттік меңгеруі мен дипломатиялық тәжірибесі мұндай кездесулерге ерекше рең беретіні анық. Қытай тарапы бұл кездесуде аймақтық және халықаралық мәселелер бойынша терең пікір алмасу болатынын мәлімдеді. Си Цзиньпин саммитке қатысумен қатар Орталық Азия елдері басшыларымен жеке-жеке жүздесіп, стратегиялық ынтымақтастық мәселесінде талқыламақ. Сарапшылар бұл саммитті СВЕС қосылған бір формат аясында қарастырады, себебі 5 Орталық Азия елімен бір держава осы саммитті ұйымдастырып отыр. Мұндай формат алғаш рет 2015 жылы ақш-тың бастамасымен жүзеге аса бастаған болатын, бірақ ол кезде кездесулер тек сыртқы істер министрлері деңгейінде өткізілген. 2022 жылы Үндістан премьері Моди 5 елдің басшыларымен онлайн саммит өткізіп, оларды 2025 жылы Үндістанға шақырған болатын. Ал 2023 жылы Си Цзиньпин Шиянда осы 5 елдің президенттерін қабылдап жиналыс өткізген. Одан кейін сол жылдың қыркүйегінде ақш президенті Джо Байден Орталық Азия елдерінің басшыларымен Біріккен ұлттар ұйымы аясында Нью-Йоркта кездесті. Бұл ақш президенті деңгейінде өткен алғашқы саммит саналады. Бірақ ақш-тың сауда саясаты, атап айтқанда Дональд Трамптың жоғары тарифтері бұл бастамаларға кедергі келтіруі мүмкін. Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан және Өзбекстанға 10% кедендік салық салынса, Қазақстаннан импортқа 27%-ға дейін салық енгізілген болатын. Кейін бұл салықтар уақытша тоқтатылып, барлығына 10% деңгейге теңестірілді. Қытай жағы мұны пайдаланып, өзін ақш-қа қарағанда сенімді серіктес ретінде көрсетуге тырысуда. Әрине, Қытай үшін де Орталық Азия айрықша маңызды, өйткені Орталық Азия уран, мұнай және сирек кездесетін металдарға аса бай өңір. Сонымен қатар бұл аймақ Қытай Еуропа арасындағы сауда дәлізі саналады. Осы тұрғыдан алғанда Қытай үшін маңызы Орталық Азияның жылдан жылға артып барады. Пандемиядан кейін шетел сапарларын сиреткен Си Цзиньпин Қазақстанға осымен 3-ші рет келіп отыр. Яғни 2022 жылы, 2024 жылдары Қазақстанға сапарлай келген Қытай басшысы осымен 3-ші рет Астанаға ат басын бұрып отыр. Орталық Азия бір белдеу, бір жол бастамасының маңызды бөлігі. Бұл жоба Африка, Азия, Еуропа және Латын Америкасын автожол, теміржол және порттар арқылы жалғауды көздейді. Сарапшылар Астанада өтетін саммитте бұл бастамамен тұрақты энергетикалық ынтымақтастық басты тақырып ретінде талқыланатынын болжап отыр. Сонымен қатар Қытай, Қырғызстан мен Өзбекстанды жалғайтын $8 миллиард теміржол жобасында
саммиттің күн тәртібінде талқылауы мүмкін. Бұл құрылыс шілдеде басталып 2030 жылға дейін аяқталады деп жоспарланған. Бұл Қытайға, Орталық Азияға тіке шығуға тағы бір мүмкіндік беретін және Ресей инфрақұрылымына тәуелділікті азайтатын маңызды жоба. Сонымен қатар кедендік рәсімдерді жеңілдету, тарифтерді төмендету, сауда кедергілерін азайту бойынша келісімдерде жасалмақ. Жалпы Орталық Азия елдері Қытайға қаншалық тәуелді деген мәселеге де аялдасақ, айтарлықтай тәуелді деп айтуға болады. Яғни Қытай бұл 5 елдің басты сауда серіктесі. Мысалы, Қазақстан 2023 жылы Қытайдан 18,7 миллиард долларлық өнім импорттап, 15 миллиард долларлық тауар экспорттаған. Ал Тәжікстан 36,8 миллиард доллар импорт, 2,5 миллиард доллар экспорт жасаған. Қырғызстан 36,8 миллиард доллар импорт, 8,87 миллиард доллар экспорт жасаған. Ал Өзбекстан 12,7 миллиард доллар импорт, 1,82 миллиард доллар экспорт жасаған. Түркменстан 9,57 миллиард импорт, 96,3 миллиард доллар экспорт жасаған. Әрине бұл бақ көздеріндегі ашық деректерден алынып отыр. Цифрларда азды көпті өзгерістер болуы мүмкін. Дегенмен қазір Қытайдың Орталық Азияға сауда саттық экспорты күн сайын артып келе жатқаны жасырын емес. Сонымен қатар Қытай қаржы салу көлемінде арттырып отыр. Мысалы, Қазақстанға 26 миллиард долларлық қаржы құюды да жоспарлап отыр. Болашақта Қытай Орталық Азиядағы Ресейдің орнын басуы мүмкін деген болжамда айтылуда. Әрине, бұл сұрақтың да жауабы күрделі, өйткені Кеңес одағының мұрагері ретінде Орталық Азияны ашса алақанында жұмса жұдырығын ұстап отырған Ресей Орталық Азиядағы дәстүрлі ықпалды держава. Аймақта миллиондаған адам Ресейде жұмыс істейді. Қазір Ресей Тәжікстан мен Қазақстанға газ жіберіп отыр. Дегенмен соңғы жылда Қытай Ресейден озып, аймақ елдерінің басты сауда серіктесіне айналды. Бұл Ресейдің Украинадағы соғысымен тұспа-тұс келген үрдіс. Кей сарапшылар мұны Ресейдің батыс санкцияларын айналып өтуінің жолы ретінде қарастырады. Дегенмен Ресей әскери саяси тұрғыдан маңызды одақтас болып қала бермек. Өйткені Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан, Ресей, Армения және Беларусь барлығы ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүше мемлекеттер саналады. Яғни бұл елдерге сырттан шабуыл жасалса, келісім бойынша бір-біріне ара түседі делінген. Ал Қытай мұндай әскери кепілдік берген жоқ. Дегенмен Қытай төрағасы осыдан бұрынғы сапарында Қытай тарапы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін, егемендігі мен аумақтық тұтастығын қорғауға өз бетімен таңдап алған даму жолын ұстануына, мемлекеттің гүлденуіне қажет ішкі және сыртқы саясатын іске асыруға бағытталған күш-жігерін қолдаудан айнымайды. Қазақстанның ішкі істеріне кім киліксе, кімге болса да қарсы тұрады деп мәлімдеген болатын. Әрине, Қытаймен ынтымақтастық тек мүмкіндік қана емес, ол біртіндеп тәуелділікке де айналуы мүмкін. Сауда балансының Қытай пайдасына едәуір ауытқып кеткені соның бір белгісі. Қытайдан келетін импорт отандық өндірісті тұншықтырып, технологиялық тәуелділікке ұрындыруы да ықтимал. Тағы бір ескеретін жайт, Қытайдың сыртқы саясаты экономикалық қақпан құруымен сипатталады. Кейбір елдер Қытайдан алған несиесін қайтара алмай, ұлттық инфрақұрылымын, мәселен порт, темір жол, кен орындарын кепілге қойып беруге мәжбүр болған мысалдар бар. Бұл ретте Шри-Ланканы, Пакистанды, Лаосты атауға болады. Қазақстанда Қытайдан шамамен 9 миллиард долларға жуық сыртқы қарыз алған. Бұл елдің қарыз құрылымында айтарлықтай үлес саналады. Сондай-ақ Қытайға шекаралық аймақтардағы жер жалға беру мәселелері де ел ішінде үнемі әлеуметтік наразылықты туындатып келе жатқаны да жасырын емес. Яғни халық та болашақта біздің елді Қытай басып кетуі мүмкін деп қауіптенеді. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанның екі алып елдің арасында теңгерімді саясат ұстануы аса маңызды түйін саналады. Қытайдың өңірдегі ықпалы артқан сайын Ресеймен қайшылық та арта түсуі мүмкін.
Қытай мен Батыс арасындағы текетірес жағдайында Қазақстанның Қытайға жақындауы батыс елдерінің санкциясы мен саяси қысымына әкелуі де мүмкін. Ал Қытай үшін Қазақстан энергия көзі әрі құрлықтағы стратегиялық өткел. Сондықтан бұл қатынаста Қазақстан өзінің егемендігі мен ұлттық мүддесін қорғауға аса сақтықпен қарауы тиіс. Қытай Қазақстан үшін аса маңызды серіктес, бірақ бұл серіктестік тек мұнай мен темір жол аясында шектеліп қалмауы керек. Қаржы салу мен нарықтан пайда таба отырып, Қазақстан технологиялық тәуелсіздік, өнімді экспорт, жер ресурстарының қауіпсіздігі мен ұлттық өндірісті қорғау мәселесін назардан ешқашан тыс қалдырмауы тиіс деп санаймыз. Бір ауыз сөзбен айтқанда, ұтымды саясаттың тірегі, өзегі теңгерім. Қазақстан Қытаймен байланысты дамыта отырып, өз шекарасының, өз байлығы мен болашағының иесі екенін ұмытпауы қажет. Мүмкіндік бар жерде қауіп те бар, ал қауіптің алдын алу көрегендік пен қырағылықтың ісі. Әрине, біздің елдің басшылары бұл түйінді де әлдеқашан ойланып, ескеріп қойған болар деген үміттеміз. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.